Ақтаудан Ақшұқыр мен Сайын Шапағатов ауылына қатынайтын автобус тапшы. Тұрғындар сарыала таңнан мініп қалаға жетеді. Сыймай қалғаны 1 сағат аялдамада тұрып, келесі автобусты күтуге мәжбүр. Болмаса 800 теңге мен 1200 теңге аралығында таксиге шығындалады. Бұл бағытта 6 қоғамдық көлік жүреді. Тозығы жеткен автобустар жеке меншікте. Бұл мәселе осымен 4-ші жылға жалғасып бара жатыр. Ақтау мен Ақшұқырдың арасы 20 шақырым. Одан әрі Сайын Шапағатов ауылы орналасқан. Екі елді мекенді қоса санағанда 20 мыңнан астам адам тұрады. Дені қалада жұмыс жасайды. Көлік жоқ тұрғындар адам басына 120-150 теңге төлеп автобуспен қатынайды. Жарты сағат сайын жүріп берсе, егер 10-та шеше алмаймыз дейтін болса, хотя бы жаңа автобустар берсе, халықтар деген, қазір сіз бос кезін көріп тұрасыз, кешке студенттер жұмыстан қайтқандар болар. Сыймайды. Хотя бы жаңа автобус берсін, болмаса жарты сағат сайын жүргізсін. Енді жаңа автобус керек қой, мына ғасырда мынандай автобуспен жүріп жүріп қой біз. Сыймай алған кездеріміз болды. Біз енді жұмыс жасамаймыз ғой, зейнеткерміз ғой. Бірақ мына балдарға қиын. Олар көп қатынайды ғой, қалаға барады, оқуға барады дегендей. Сондайда мына новый автобус болса біздерге ішінде комфортыменен баратын адамдар әйтеуір спокойно мініп, сыйып баратындай қылып та. Мына тығылысып кешке қарай өте қиын. Күндіз жақсы енді болады енді алғандай адамменен. Бірақ кешкісі қиын. Сон 8-ге дейін болса, ең болмаса, ең соңғы автобустар. 7-те кетіп қалады ау деп. Сыймай қалады сол. Жеке автопаркте ПАЗ маркалы 8 автобус бар. 6-ы күнделікті рейске шығады. Тозығы жеткен қоғамдық көліктердің қосалқы бөлшектері істен шығып, жолда бұзылып қала береді. Оңтүстік Кореялық үлгідегі автобустармен жаңалауға кәсіпкердің ақшасы жоқ. Бар үміті мемлекеттен бөлінетін субсидия. Ортада Ақшұқырға барғанда ешқандай елді мекен жоқ. Басқа маршруттармен салыстырып қарағанда, олар мысалы каждый остановка сайын мініп жатады, менде онда елді мекен жоқ қой. Мен Ақтаудан шығам, Ақшұқырға келем, Ақтаудан шығам, Сайынға алып барам. Үкіметтің тарапынан субсидияны бөліп, заявкамыз беріп қойдық. Енді осы алдымыздағы 1-тоқсанда уже әкелеміз деп отқан автобустарымыз дайын тұр. Осы маршрут бойынша халықтан да бір-екі мәселелері көтерілген. Бұл мәселе негізінде бар. Бұл мәселе бойынша біз енді төмендегідей шешімге келіп отырық. Мына Түпқараған ауданының Ақшұқыр ауылы әкім аппаратынан біз жаңағыда жолықтық. Олардың өкілдерімен ертең осы аталған маршрут бойынша мониторинг жүргізуді ұйымдастырып отыр. Осы Түпқараған ауданына қатынайтын Ақшұқыр Сайын маршруттары бар. Бұларды әлеуметтік маңызы бар таныдық. Және де бұл маршруттар бойынша барлық құжаттарын заңдастырып 21-22 жылға субсидия беру мәселесі қаралып отыр. Ақшұқыр мен Сайын Шапағатов елді мекен аралығында жолаушыларды мінгізіп түсіретін 45 орын белгіленген. Олардың тек 20-сында ғана аялдама бар. Қалған дәл осында жолдың жиегінде тұр. Сыйқы болса мынау. Жаз мезгілінде амалдауға болады, ал қыстың көзі қырауда. Жағдайымыз қиындайды дейді ауыл халқы. Енді біз сол аялдамалар санын бір 30-ға жеткізген жоспарымыз бар. Мердігер мекемелер арқылы, я бір басқа компаниялар арқылы қосымша оны да қарастырамыз бюджеттен тыс жолдарында. Бірақ негізгі бір типовой бір типтегі аялдамалар жасау жоспарлап отырмыз. Маңғыстау облысында қоғамдық көліктердің 60% тозып тұр. Келер жылы кәсіпкерлерге субсидия беріле бастайды. Олар қаңтар-наурыз айлары автобус паркін толық жаңалауы тиіс. Болмаса әкімдікпен арадағы келісімшарт бұзылып, мемлекет қаржысы қайтарылып алынады. Руслан Мұқан, Қоблан Тәжібаев, Ақтау Ньюс. На сообщение Актау Ақшұқыр Сайын Шапағатов не хватает автобусов. Каждое утро начинается с давки и потасовок в салонах стареньких пазиков. Также сельчане день не заканчивают. И это если повезло попасть в салон. Если нет, то стой и жди еще час. Не хочешь ждать, плати таксистам от 800 до 1200 тенге. Частный перевозчик просто-напросто не имеет средств на обновление парка и выпускает на рейс 6 дышащих наладов автобусов. При этом проезд стоит от 120 до 150 тенге. И эта картина продолжается уже почти 4 года. А теперь представим, что в 2 селах живет более 20 тысяч человек и многие едут в город. Учеба, работа, покупки, лечение и так далее. Люди устали и просят власти обратить внимание на эту проблему. Нужно изменить интервал до получаса. Если не могут решить этот вопрос, то хотя бы обновят транспорт. В 21 веке едем в старье каком-то. Студенты и труженики ждем долго, а потом в старые автобусы садимся. Было и такое, когда не помещались и оставались ждать следующих. Ладно, взрослые, а дети? А когда зима? Это ужас просто какой-то. В 7 вечера автобусы уже не ходят. Приходится тратиться на такси, а это дорого. В
парке частного перевозчика 8 автобусов марки ПАС, из них только 6 выходят на рейс. Да и они скорее похожи на колымаги, часто ломаются прямо во время движения и пассажиры остаются на дороге. На обновление парка у бизнесмена денег нет и вся надежда на субсидии. Ортада Ақшұқырға барғанда ешқандай елді мекен жоқ. По дороге до Акшукура нет никаких населенных пунктов. Если сравнивать с другими маршрутами, каждая остановка принимает автобус согласно графику и интервалу движения. Днем людей не так много. Мы подали заявку на получение субсидий. Мы планируем на следующий год запустить автобусы на 70 мест. Начиная с текущего года в Актау начали вводить субсидии. Сейчас поступило заявок по 6 маршрутам. Среди них и маршрут Акшукур-Саин. Этот маршрут в перечне социально важных направлений. Мы планируем выдачу субсидий в январе следующего года. На данный момент между Акшукуром и Саином Шпагат 45 мест высадки и забора пассажиров, и только 20 из них оборудованы остановками. В остальных люди просто у обочины под навесом стоя ждут автобус. Если летом еще терпимо, то зимой это просто испытание, жалуются сельчане. Мы планируем увеличить число остановок до 30. Для этого мы разрабатываем план работ с компаниями вне бюджетных средств. Остановки планируем делать однотипными. Это не потребует больших финансовых средств. Если брать в разрезе региона, то 60% общественного транспорта морально и технически устарело. Решением может стать выдача субсидий бизнесменам в следующем году. Однако по самому Актау часть парка обновлена и замена на новые автобусы продлится до конца года. А при выдаче субсидий предприниматели должны обновить свой парк между январем и мартом. В противном случае деньги придется вернуть. Руслан Агаев, Кублан Тажибаев, Актау Ньюс.